Ассалаумағалейкум, құрметті футзал сүйер қауым. Мінекей Алматы шаһарына көп ұзамай үлкен футзал қайтадан келді. Оралды. Кәрі құрлықтың чемпиондар лигасы негізгі раунд. Өздеріңіз білетіндей, қос бірдей қазақстандық клуб Семей және Қайрат дәл осы элиталық раундқа берілетін жолдаманы сарапқа салады. Қарсыластары португалиялық аты әлемге мәлім Спортинг, және де шыны керек бұл командада көпшілігі менсінбей жатыр, бірақ айтары бар, салар голдар да бар деп ойлаймыз. Бұл венгриялық Халадаш, Венгрия ұлттық құрамасы негізгі ойыншылар және бразилиялық легионерлер құралған команда. Мінекей Балуан Шолақ спорт кешеніндеміз. Бірер сәттен кейін алғашқы матч. Семей Спортинг командаларының жаттығуы басталды. Сағат 17:00-де ойын. Мінекей бүгін Игита ойнамайды сияқты, өйткені Джейми дайындалып жатыр. Ойыншылар міне. Ар жақта бізге таныс Португалия құрамасының ойыншылары да бар. Лео, Игита бүгін ойнамайды, өйткені жарақат бар шамасы. Қазір өзінен сұраймыз. Лео, Как дела? Как дела, брат? Нормально, спасибо. Как? У тебя травма, что ли, брат? Да, травма. Когда ты выйдешь примерно? Ну так, примерно, не знаю, может быть завтра, но надо следить за здоровьем тоже. Все. Посмотрим. Давай, здоровья. Жерден көрген маған ыңғайлырақ сияқты, міне командалар шығып жатыр алаңға. Ал қызық Семей Спортинг, Семейдің дебюті чемпиондар лигасындағы. Игитамен суретке түсіп мазасын бермей жатыр. Қайдан ғана кеп қалдым трибунаға деп отқан сияқты ма. Тағы да басталды. Мені алып кеттіңдерші деп отыр деймін. Мына жерде отыра алмаймын ғой қазір. Барлығы сөйтіп мазамды алады деп отыр. Қиқулап жатыр, өйткені Семейдің осы жылғы басты трансфері Керао алаңға шықты және қайтып алысып кетті. Қайтты. 5 секундқа шығып алысып кетті. Аплодисменті алып шапалақтар. Гол соқты. Спортингтің қателігіне мінекей бүкіл басымдық Спортингта болды, бірақ Семей дәл осылай ойын есебін ашты. Қызық матч, қызық. Дедезиньо қателеспесем соққан. Дедезиньо, я. Басталып кетті. Семей гол соққан сияқты, қақпа бағанасына тиіп жатыр ма, есептемей жатыр. Дәл осындайда бардың керегі қажет-ақ. Біреулер гол кірді дейді. Спортинг кірмек дейді. Төрешілер аң-таң. Қазір не болады екен, көрейік қазір. Қандай шешім шығарады төреші? Гол ма, гол емес па? Қызық. Не істейін деп отыр, сонда түсінмедім. Гол ма, ақылдасып жатыр. Сары қағаз беріп жатыр бас бапкеріне. Дави Миндонса сары қағаз алды. 6-шы фол ұрайын деп жатыр. Мәссаған дабл пенальти. Тайм тартысты басталды. Төреші ойнатып жатыр. Күрес болып жатыр. Бір-бірлерін қолмен итеріп қауіп соқы алма кезек болып жатыр.
Қызық. Шыңғыс, гол болды ма, не болды? Ну, мы думали, что гол. Енді сирек көрініс футзалға үлкен футболдың тобылдың қожайыны келді, Әлімжан Қалдияр. Әлімжан, көргеніме қуанышыммен амандастық, бас сөйлестік, бірақ қызық болып тұр маған. Не үшін келген? Не үшін келдің футзалға? Осы тамыз айында біз осы Алматы әкімшілігімен бірге СТК деген объектісінде стадион және де кішігірім поляларды жалға алғанбыз осы ұзақ мерзімге. Және де соның проектісін бітіріп жатқан кезде біз көптеген футболистерден негізі рекомендацияларын алып жатқанда, олар кейбіреулері футзалды ашуға ұсынып жатыр. Сол кезде мен енді әртүрлі адамның пікірлері әртүрлі болады ғой. Сол себептен енді бір ең опыты жақсы ойыншылардан сұраған кезде олар айтты, бүгінгі күні осы лига чемпионов футзалы болады, сол жерге келіп сен өз сұрағыңа жауапты тауып ала аласың деп маған советтер кеңестерін берді. Енді осы келіп отырмыз. Енді жауап алып жатсың ба? Иә, әрине. Қандай жауап? Өте көп динамика. Егерде тобылдың ойынын қарасаңыздар, өте көптеген комбинация, бір касаниядан пастарды беріп жатады әрдайым. Осының бәрін қазір осы Спортинг пен Елімай арасындағы ойында көріп жатырмын. Жылдамдықтары өзгеше, және де қарап тұрсан, осы комбинацияларды кішігірім футзал негізі беріп жатады екен. Жалпы осы алдында Барса академиясын қарағанда да біз көрдік қой, Барса академиясында олардың міндетті түрде 2 футзал ареналары болады. Сол жақта тренировкаларын жасап, кіші жастардан бастап футзалға береді 14-16 жасқа дейін. Одан кейін олар өз таңдауы бойынша футзал немесе үлкен футболға өз таңдауларын жасайды. Сол себептен бүгінгі келгенде енді бір нақты өзіме жауап алған шығармын. Құдай қаласа 1-2 айдың ішінде осы Алматы қаласында Абай Розбакиева адресында, мекен-жайында біз осы иншаллах академияны ашуды жоспарлап жатырмыз. Футзал академиясы ол тобылдікі емес қой? Жоқ, ол тобылдікі емес, бұл Алматы қаласындағы академиясы болады. Біздің жалпы өз академиямыз бар, алдында айтқанда FFC академиямыз бар. Осы жылы сол FFC-дің ойыншыларына кіргем, я. Және де оның жетістіктерін қарасаңыздар, ол да футзалда қазіргі кезде футзал дегенде енді покрытиясы ол газон болып тұр, бірақ та жалпы қысқартылған ареналарда тренировкаларын жасайды. Және де мысалға біздің қарасаңыздар, сабымызды толтырған Шахмұрза Адырбеков, ол тобылға келер алдында FFC-да 6 жыл оқыды. Одан кейін футзалда Қазақстан бойынша ең үздік ойыншы болып атанды. Және де ол футзалдан кейін үлкен футболға келіп, осы жерде де үлкен жетістіктерге кеше ғана Ордабасының қақпасына гол салып отыр. Сол себептен келіп отырмыз, енді футзалды көру керек, оны да білу керек. Енді болашақта енді көріп отырса, бұл тобылдың академиясы емес, бұл кәдімгі бөлек, жекеменшік Алматы шаһарында футзал академиясы балаларды үйретеді. Көпшілігі енді үлкен футболға, футзалдан кететіндер бар, немесе футзалды ары қарай жалғастыратындар бар. Енді басты сұрақ, тобылда, Қостанайда ондай ойлар жоқ па? Өйткені Қостанайда әлі Рудный бар, Аят. Ал қаланың өзінде, мысалы, тамаша футбол командасы бар, тобыл, бірақ футзал командасы жоқ. Енді Аяттың өзінің үлкен жетістіктері бар. Сол Аяттың иесімен де алдында сөйлескенде, ол да өз тәжірибесін айтқан, ұсынған. Жалпы ол тәжірибені қазір енгізуге ойымыз, жоспарымыз бар Қостанай қаласында. Бірақ та дәл қазір Қостанай қаласында өзге жоспарларды жүзеге асырып жатырмыз. Бұл футзал жайлы қазір көп үлес, көбінесе оны Алматыда қазір жүзеге асырамыз. Жақсы, рахмет. Ары қарай екінші таймды бірге тамашалайық.
тамаша 5 минуттай бір мүмкіндіктерсіз сәттер ойын болып еді. Тамаша мінекей. Есеп 3-2. Семей есеп айырмашылығын азайтты. Енді тағы бір гол керек. Есеп 6-2. Тайнан сөзсіз бүгінгі кездесудің MVP-і. Бір өзі 3 гол салып тастады. Тамаша. Мынау Тайнан не істеп жатыр? Бір өзі ойын жасап жатыр ғой, сурет жасап жатыр ғой паркетте. Бірге бір алдап кете салып, оң аяғымен жасап жатыр. Бабында Тайнан. Арықтаға тамаша. Командасы 5-ші ойыншыны алаңға шығарды. Шыңғыс Есенаманов мінекей қақпашыны алмастырды. Қазір көреміз қандай нәтиже береді екен. Дави Мендонса қандай тактикамен Спортиктің қақпасына гол соғатын көрейік. Шыңғыс Есенаманов 5-ші ойыншы ретінде алаңға шығып ойын себін 6-3 әлі 3 гол салу керек. Сенеміз, бірақ тамаша ойын болады. Бұл жерде кішкене психологиялық жеңілдік бар. Топтан 3 команда шығады, топтан осындай әдемі футзал көрсету керек. Ойын маған қатты ұнап жатыр. Енді Спортингтағы Тайнан және өзге ойыншылардың шеберлігі бір төбе ғой. Бірақ Семей қорықпай, әсіресе біздің ринаттарымыз, ақжолдарымыздың ойыны, сондай-ақ легионерлер жақсы ойын болып жатыр. Барлығы Фалькаоға қарап қаламыз ба деп еді, Феррауға кешірім сұрайын. Бірақ Феррауның бар жоқ білінбейді, ойынды жасап жатқан басқа жігіттер. Ona 1 minut 35 sekund қалған кезде Спортинг тайм-аут алды. Тартысты ойын 5-ші ойыншымен шыны керек. Семей өте сауатты ойнап жатыр. Шыңғыстың бір голы және тағы да бір мүмкіндік болды өздеріңіз көргенде. Жалпы бұл жағынан тәжірибе, екінші жағынан тамаша жаттығу. Өйткені мен түсінуім бойынша Семейге ертең және арғынғы ойындар маңызды сияқты. Бүгін де жақсы ойнап жатыр. Әдемі футзал үшін қос бірдей командаға алғыс айтамын. Міне паркетке жақындатып, соңғы шабуыл Семейде 13 секунд қалды. 6-4 есеп. Жақсы екі команда да тамаша ойын көрсетті. Әрине Семейге алғашқы команда үшін тамаша ойын, тәжірибелі Спортингке қарсы. Қазір енді ойыннан кейін мүмкіндік болса, 1-2 ойыншыдан сұхбат аламыз. Болды. Ойын аяқталды, құрметті көрермен. Тамаша есеп 6-4. Ерекше эмоция болды. Алғашқы ойын. Енді келесі Семей Қайрат Қаладашты көреміз қазір. Қазір сөртке түсіп жатыр, ақ жолды екеуі. Жақсы ойын, жарайсың. Молодец, жақсы. Ертең элитный раундта ойнайды ғой, балалар. Хорош. Шыңғыс түсірейінші мен. Бүгін тамаша ойнады. 5-ші ойыншымен құрдас 6-4. Есть что-то. Лучшая игра. Молодец. Құрдас қой 89-дар ғой, осылай ойнау керек қой. 20 жасар балалармен. Ертең ойнап. Шыңғыс, ертең ойынды күтеміз? Да, все нормально, завтра играем. Проиграли битву, но не войну. Ну, өзің айтпақшы. Уақыт беріп жатыр, Тайнан. Nós estávamos mais que preparados para tudo isso. Әлем чемпионатына осы жетіспеді ғой. Бізде екінші ойын мінекей өздеріңіз көргенше сағат 8-де басталады. Қайрат өз алаңында, енді балуаншылар олардың алаңы ғой. Венгриядан кейін Қаладашты қабылдайды. Қаладаш қызық.
ауыр жеткен Алматыға ұзақ жол бүгін түнде ғана келген ба сондай. Қазір көреміз Қайрат енді шаршап тұрған Халадашты оңай жеңу керек, бірақ былтырғы Халадашты көргендер Халадаш мықты команда деп жатыр. Венгрия ұлттық құрамасының ойыншылары, сондай-ақ бразилиялық сапалы легионерлер бар дейді. Бірге тамашалайық матчты. Қолдауға келіп отыр достар көп бразилиялық. Бразилиялық жаңа ойыншылар қосылды. Өзіміздің Қарадом. Алға Қайрат! Алға Қайрат! Әділет. Алға Қайрат! Эффект беріп жатыр. Сталды доп Қайратта, Қайраттың иелігінде. Ойын барлығы осылай өтетін сияқты. Қайраттың басымдығымен допқа иелік етуімен. Семей спортинг ойында енді спортингта иелік болса, бұл жерде енді Қайрат. Сондықтан Қайрат бірінші таймның өзінде бірнеше гол соғып, жеңісті қадамын бастап кету керек деп ойлаймын. Мінекей, 8 минуттен кейін гол соқты. Жаңа ойыншысы аргентиналық Карнетчик. Бір өзі алдап кетті, Және салды гол. дұрыс 3-0, енді көңіл-күй жақсы болды, әйтпесе 2-0, соңғы 5 минутта өте қауіпті, өйткені Халадаш 5 ойыншымен шығару керек еді. Енді бақылап отырсыздар, Қайраттың басымдығымен өтіп жатыр, бірақ Қайрат мүмкіндіктерін голға айналдыра алмай жатыр. Неге болай болды екен? Осы балуан шолақта былтыр да жолы болмайды, бірақ бұл жолы сол бір бізге қажет емес стереотип ұзат деген ойдамыз. Топты алып қойды, өзі барды, гол соқты. Есеп 2-0, тамаша. Gol soқты! Ayşe Neves. Oyunun bir 6,5 minut сол салды. Тамаша. Жақсы. Тұрсағұловтың ортамен барып, оңға және пас берді сол аяқпен. Ayşe Neves гол соқты. Тамаша. Тайм аяқталды, есеп 2-0 Қайрат командасының пайдасына. Қайрат 4 gol соқты. Қанша 10 минут па голсыз ойнады. Қызық емес ойын болды. Семеймен салыстырғанда. Бірақ Денис салды өзінің голын. Есеп 4-0. Ойынның аяқталуына бір 24 секундтай қалды.
Екінші ойында аяқталды, есеп 4-0 күткендегідей. Қалдар аса қатты таңғалдырған жоқ. Екінші тайм аса қатты қысым болған жоқ, сондықтан ол жерде материалды аз болады, бірақ Қайрат өзіне қажетті 3 ұпайды қол жеткізді демек. Бір табан келесі элиталық раундқа жақын деген сөз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі лоттарда жүздескенше дейміз. Біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, ой бөлісіңіздер. Жігіт танисыздар, Аргентина сапында әр екі мінекей бүгін жанкүйерлер махаббатына бөленіп кетті. Бүгін гол соқты, 3-ші голды міне Қайрат сапына қосылды. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері.